Қайырлы қымбат көрермен, эфирде Жаңкүн бағдарламасы. Бүгін студиямыздың қонағы Дауыс KZ тобының әншісі Бердібек Құлғараев. Бердібек, біздің студиямызға қош келдің. Қош келдік, қайырлы таң. Енді бірден әңгімемізді Дауыс KZ тобына қалай келдің, Олқпан ағаның назарына қалай түстің? Жалпы басына айтып келетін болсақ, біз негізі басында Дауыс KZ тобында Бауыржан екеуміз болғанбыз. Екеуміздің кішкентайымыздан арманымыз болған, осындай дуэт болып, топ болып ән айтсақ деген. Солай бір-екі рет Олқпан ағамыздың студиясына барып ұсыныс тастадық. Демек, Бауыржанмен екеуін жас сайыннан таныстыңдар? Ол менің інім. Інім ба? Інім. Кішкентайымыздан бірге ән етіп келеміз. Сол енді үлкен арманымыздың бірі сол болды. Олқпан ағамызға барып ұсыныс тастадық. Бір-екі рет қаратты да, сосын барып ұсынысты қабыл алды. Көрді, солай Дауыс KZ-ті келісті ол кісі. Келісті. Ал Бердібек, Бауыржан топтан кетті, басқа солист іздемейсіңдер ме топқа? Жоқ, Бауыржан кеткеннен кейін басқа солист іздеп жатырған жоқпыз. Әзірге өзім жалғыз, және Олқпан аға екеуміз сол топта қалдық. Екеуміз топтамыз, әрі қарай сол топты екеуміз жалғастырамыз. Тек енді Бауыржан екен топ, енді бірнеше әндерім бар. Соны енді қайта айту керек емес па? Бауыржан топтан кеткеннен кейін әрине барлық әндерді қайтып жазып жатырмын. Оның барлығы енді үлкен шаруа, себебі көптеген ән жазылып қойған, соның барлығын енді өз мойныма алдым. Әндер жаңадан қайтып жазылып жатыр. Түсінікті. Ал енді өзіңнің осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерін біршама. Енді жалпы толығырақ өзің жайлы айтып берсең. Енді басынан айтып келетін болсақ, мен кішкентайымнан 14 жасымнан Ақтау қаласындағы Абай мәдениет сарайында вокал үйірмесіне қатысқанмын. Сол уақыттан бастап менің өнерге деген бірінші қадамым басталды. Сол уақытта 2006 жылы алғашқы қалалық музыкалық вояж дейтін сайысқа қатысып, бас жүлдені жеңіп алдым. Содан кейін Алматы қаласына келдім халықаралық сайыстарға. Сосын шетелдерге барып бастадым. Көптеген халықаралық сайыстардан жүлделі орынмен қайттым. Қазір енді Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында магистратура бөлімін аяқтайын деп жатыр. Бердібек, көп рахмет. Енді әдемі әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, біздің тілшілеріміз дайындаған бейнесюжетке назар аударайық, содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Хабарыңыз қосулы болсын. Тырнақ адамның туап біткен ерекшеліктеріне ғана емес, сыртқы факторларға да байланысты әртүрлі болады. Өсуі де алуан түрлі. Дегенмен дені сау адамның тырнағы айына орташа есеппен 2 мм өседі екен. Ал тырнақты әдемі қалпында өсіру үшін маникюр жасатып тұру қажет. Маникюрдің классикалық еуропалық түрлері де бар. Оны үйде немесе салонда жасау әркімнің өз таңдауы. Алайда, егер маникюрді жүйелі түрде салонда жасауға мүмкіншілігіңіз болмаса, мына кеңестерге назар аударыңыз. Егер маникюрді үйде жасасаңыз, өте абай болыңыз. Бастысы өткір тырнақ егеуіштерді пайдаланбаңыз. Маникюр жасар алдында сабын көбігі бар жылы суға тырнағыңызды 10-15 минутқа салсаңыз, тырнақ жақсарады. 2 аптадан бір рет қолыңызға маникюр жасаңыз, ал қол күтіміне күнделікті мән беріңіз. Яғни тырнағыңызға массаж жасап, қоректендіргіш крем жағып тұрыңыз. Ол зат алмасы үрдісін жақсартып, сыртқы кейпін жақсартады. Мамандардың айтуынша, кейде адамның тырнағына қарап та оның денсаулығын аңғаруға болатын көрінеді. Егер сынғыш әрі тез өспейтін болса, онда ағзаңызға қажетті дәрумендердің жетіспегендігі. Біздің арнамызға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирде Жаңкүн бағдарламасы. Қайта айта кетейін, біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Дауыс KZ тобының әншісі Бердібек Құлғараев. Ал Бердібек, енді топта қазір қандай жаңалықтар болып жатыр? Топта алдағы уақытта біз Швеция еліне кетіп бара жатырмыз. Бұл жерге Олқпан аға үлкен әлемдік студиямен келісім шартқа отырып қойған. Сол жерге барып өзіміздің жұмысымызды бастап кетеміз. Яғни ол жерде бейнеклип түсіріледі, және Олқпан ағаның көптеген әндері шетелдік әншілер орындайды, және үлкен жобалар болады. Альбом жазамыз. Енді шетелге барып ән жазамыз дейсің. Сол біздің білуімше шілде айында жоспарланып отырған Олқпан ағаның концерті бар. Сол концертте осы әндерді орындайсыңдар ма? Ол әзірге белгісіз. Жалпы ол Олқпан ағаның шығармашылық кешінде осы Қазақстандағы
үлкен әртістердің орындауындағы Лұқпан ағаның әндері орындалады. Және де шетелдегі әншілер енді ол алдағы уақытта белгілі болады. Ол келіп орындай ма, орындамай ма, ол әзірге белгісіз. Бердібек, отбасың жайлы айтып берсең. Енді білеміз, бойдақсың. Иә. Үйлену жоспарда бар ма? Әрине үйлену жоспарда бар, бірақ әзірге емес. Әзір сол жұмыс, шығармашылық, сол топтың жұмысы, енді барлығы сол жұмысқа беріліп отыр. Алдағы уақытта енді әрине үйлену ойда бар. Үйдегілер сұрап жатқан жоқ па? Үйдегілер әрине барған сайын қашан үйленесің, келін алайық, келіннің қолынан шай ішейік дейді. Әлде ол кісілер таңдап қойған бір таңдауы бар ма? Жоқ, енді әрине менің қалауыммен олар келісетін шығар. Сондықтан да қандай келін алып келсем де олар жақсы қабылдайды. Себебі ауылға барған сайын үйленетін ойың жоқ па? Мазалай береді. Иә, мазалай береді. Алда уақытта Алла қаласа жоспарда бар. Түсінікті. Ал Бердібек, көрермендерге айтар таңғы тілегің болса? Барлық қазақстандықтарға қайырлы таң деймін. Әрбір арайлап атқан таң сендердің жанұяларыңызға шуағын сепсін, еліміз тыныш, басымыз аман болсын. Енді осындай керемет таңғы тілектен кейін әдемі ән айтып, біздің көрермендеріміздің көңілін көтерсін. Әрине, сізге мен Самал Ермахан мен Арман Дүйсенбі дейтін ағамыздың ән орындап берейін. Ақмаңдай деп айталады. Қабыл алыңыздар. Бәрекелді, ендеше бірге тамашалайық. Шашылған нұр табылшы қара көзім, қасымнан бір сен таңдағанымсың.